Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 8 тарауының 3 параграфын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сәлем беру салтымыз. Бізде бірінші тапсырмада айтылыпты, мәтіннен ауызекі сөйлеуге тән амал тәсілдерді, сөз қолданыстарын табыңдар депті. Достар, біз мәтінге уақытты кетіріп оқығанша тез астындағы сұрақтарына жауап беріп кетеміз. Бірінші сұрақта айтылыпты, әңгімеден сәлемдесудің қандай жөн-жосқын байқадыңдар? Екінші сұрақ, Абайды Телғара деп атауынан қазақтың қандай әдет-ғұрпы байқалады? Неге оны өз атымен атамаған? Үшінші сұрақ, Зере әжесінің жаман неме деуі неліктен? Немересін қандай сөздермен қалай еркелеткен? Мәтінде сәлемдесу үлкендерге құрмет көрсету арқылы орындалады. Балалар алдымен аналарына, содан кейін өзге үлкендерге барып сәлем береді. Қазақ дәстүрінде жасы үлкенге бірінші болып сәлем беру әдептілік пен тәрбиеліктің белгісі. Қазақта адамның есімін тура атамай еркелету немесе балама ат қою дәстүрі бар. Бұл көбіне ырыммен байланысты. Телғара деп атау абайға деген сүйіспеншілікті білдіреді. Сондай-ақ жаман көзден сақтау үшін қойылуы мүмкін. Зере әжесі жаман неме деп абайға ренжіген сыңай танытқанымен, бұл қазақтың еркелету әдістерінің бірі. Кейіннен ол немересін қарашығым, қоңырқозым, абай жаным деп жылы сөздермен еркелетеді. Бұл қазақ халқының немереге деген ерекше мейірімін көрсетеді. Екінші тапсырма. Мәтіннен мезгіл және мекен үстеулерін тауып, мәнде сөздерін жазыңдар. Екінті, түстен кейінгі уақытты білдіреді. Енді осы сәтте дәл қазір деген мағынада. Мекен үстеулері алдымен бастапқы орынды білдіреді, жанында орын анықтайды, арт жағында орынды көрсетеді, жақында мекенді білдіреді, алдыға бағытты білдіреді. Мәнде сөздер алдымен, бірінші әуелі, жақында, маңайда, төңіректе. Мынау сөздер алыс болған соң дұрыс оқи алмай жатырмын. Бізге мынау тұрған үшінші тапсырма керек емес. Себебі ол аудио жазба екен, сондықтан одан өтіп кетеміз. Бірақ төртінші тапсырмада айтылған оқылым және тыңдалым мәтіндеріне қатысты мақал-мәтелдер тауып жаздыңдар депті. Біз оқылым мәтіні, бізде тыңдалым мәтіні сәлемшілер болып тұр, сәлемдесу. Сондықтан біз сәлемдесу туралы тыңдалым мен оқылым мәтініне қатысты мақал-мәтелдерді тауып жаза саламыз. Мақал-мәтелдер. Сәлемнің де сәті бар. Адамына қарай сәлемі. Саңырауға сәлем берсең, атаңның басы дейді. Бір күн дәм татқанға 40 күн сәлем. Алдымен сәлем, содан кейін келең. Сәлем сөздің анасы. Сабағына қарай сәлемі деп осылай жазбаламыз мақал-мәтелдерді. Бізде енді 5-ші тапсырма. Тыңдалым мәтіні бойынша үстеулерді тауып жазып, синонимдік қатыстарын көрсетіңдер. Ауызекі сөйлеуге тән диалогтерді анықтыңдар. Бізде бұл тыңдалым мәтіні бойынша деген, бірақ біз мәтіннен үстеулерді тауып, синонимдік қатарын көрсететін боламыз. Үстеулер. Бері, кешкі, алдында, алдына, осында, кейін. Синонимдік қатарлары. Бері, осы жаққа жақыннан, кейін, соң артынан. Диалогтар. Жаман неме, маған бұрын келмей әкеңе кетті-ау, қарашығым, қоңыр қозым, абай жаным деп жазып аламыз. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар. Бүгінге осы, мені мың подписчикке жеткізіп тастайық.